Qanday keremet болып келгенсіңдер, балалар. Қандай мейрам бүгін? Бүгін алғашқы көктем мерекесі. Рахмет айту күні, өте жақсы. Міне, рахмет айтып сендерге. Балалар, бүгін сендерге ұзақ та болса, екінші ұйымдастырған оқу қызметін бастағым келіп тұр. Балалар, бүгін бізде бар, менің мысығым Том деген, Том ойыны арқылы Том бізге қонаққа келеді. Мысық Томды білесіңдер ма сендер? Динара? Сендер мультфильмді көресіңдер ма? Балалар, менің мысығым Том ойынынан бізге Том қонаққа келу керек. Ойпырмай, бұл Том емес, Джерри ғой, Джерри. Томның қорабын алып қашып кеткен болды. Эхей, Джерри, тоқта, Том қайда? Қорап тастап кетті. Бұл кімнің қорабы екен? Мынау кімнің қорабы екен? Бізге Том керек дедік, бірақ байқамай Джерри қорапты алып қашып кеткен ау деймін. Мынау қандай қорап өзі? Енді Том қорапты аспашы бұрын, апайлардың қолында сандар бар. Жет алыңдаршы, жет алыңдар. Апайлардың қолында маған келген сосын тыныш. Қараңдаршы енді. Сендердің қолдарында түрлі сандар бар. Яғни 1, 3, 5 тақ сандар. 2 мен 4 жұп сандар. Енді кімде қандай сандар бар? Мына көрсетіліп тұрған пішіндердің артында сандар бар. 1 мен 3, 5 мына столға отырады. 1, 3, 5 мына столға отырады. 2, 4 мына столға отырады. Өте жақсы. Сандарды қоямыз. Болды. Сандарды қойындар, балалар. Балалар, сандарды қойындар. Сандарды қоямыз. Өте жақсы. Енді сендердің топтарың тақ топ деп атады. Ал сендердің топтарың жұп сандар деп атады. Енді Томның әкелген қорабын қарайық па? Қарайсыңдар ма? Ашайын ба? Қандай бар екен? Мінекей, менің сендерге дайындаған бірінші тапсырмам. Қандай керемет! Іші күшті ма? Енді балалар қараңдар. Мынаулар бұл Томның сендерге әкелген бірінші тапсырмасы. Бұл домино деп аталады. Домино. Яғни мына сандарды теңестіресіңдер сендер. Мынау қандай сан? Мынау қандай сан? Яғни бірге неше жұлдыз санамыз? 1. Міне домино деген осы ойын балалар. Осылай теңестіреміз. Тез. Бөліп берейін. Бәрін үндеге жинауында топпен жұмыс. Тез. Ашпадан жақында. Тез. Жақында. Ал енді жұттығына сендерге жұмыртқа дайындалды. Апайды сатып. Қараңдаршы. Мынау қандай сан? 1,
Жақында. Әке. Жақындаймыз. Динара, Маржан, жақындаймыз. Тапсырманы орындаймыз. Том көмектесеміз. Барша тез, жақында. Тақтамайсыңыз. Мына сандар сендер танып тұрсыңдар ғой, қандай сандар? Башатай ай? 4. Жақсы. Енді осы сандарға байланысты мына жерде жемістер бар. Сол жемістерді сандар бойынша бөлшіңдер. Кім бірінші алады, сол жұмысшы алады. Жарайсың ба? Өте жақсы. Тез жұмысшы алуларын бесе тез етіп жасаймыз. Кнопкілер тұр. Баршатай қара, мына жақта сандар. Қандай трактор, ол дұрыс па, дұрыс емес па, барша қара есепте. Дұрыс, өте жақсы. Сіздер қарап отырсыздар ма? Әділқазылар. Өте жақсы. Өте жақсы. Қайсына 1 жұлдыз, қайсына 2 жұлдыз? Ақжерешке 2 жұлдыз. Ақжерешке 2 жұлдыз. Сақта. Саған 1 жұлдыз. Мына жерде кілтті тапқан Аялаға 1 жұлдыз. Тағы кім істеді? Динара өте жақсы. Маржанға Аянатқа 1 жұлдыз. Сен алдың. Мына жақта дұрыс істеді ма? Bu жақтар бәрі жақсы істеген. Өте жақсы. Өте жақсы. Өте жақсы. Жұлдыздар кімде көп? Өте жақсы. Балалар өте ақылды. Жақсы. Енді орнына қоямыз. Енді томның. Менің екінші тапсырмам бар, балалар. Қараңдар. Мына жерде қандай сан тұр? Жаңа санадық, оны. Енді осыны ашу үшін бізге бір сан айналаларға қараңдар. Сол жерде мынаны ашатын зат бар. Тез. Немен ашамыз? Қасында тұр, Иманәлі. Қасында тұр. Ай, осы айнала жеткізіп. Иманәлі, келе ой жарайсың. Кетпен ашты. Иманәлі, жарайсың. Ақылды бала екенсің. Ой, керемет. Отырыңдар. Балалар, мынау енді томның тапсырмасы. Бастан ашып бұрын сендерге әуелі пішіндермен таныстырып жіберейін. Балалар, біздің бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметімізде геометриялық пішіндер екен. Балалар, мынау қандай пішін деп ойлайсыңдар? Үшбұрыш. 1, 2, 3. Яғни бұл үшбұрыш. Сендердің алдарында үшбұрыш бар ма? Алып көрсетіңдерші маған. Апа, мен алдымда бар. Өте жақсы. Отыра, орындарына көшпесіңдер. Алады, бәріне жетеді. Міне, бәрі қолды. Өте жақсы. Ой, жарайсың. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Енді екінші біздің танысатын бұрышымыз. Бұл 4 бұрыш. Танайықшы. 1, 2, 3, 4. Сендердің алдарында бар ма 4 бұрыш? Бәріне жетеді. Орныңызға көшесіздер. Өте жақсы. Маржан, сенде қандай түсті 4 бұрыш? 4 бұрышың қандай? Жақсы. Аяла, сенде қандай түсті жұлдыз? Сары. Дұрыс, қатырық шығарамыз даусымызды. Жақсы. Ал алдарында тұрған пішіндерді кім сала алады? Ауада. Қолдарыңыз. Қараңыз. Қазір саламыз, молодцы. Енді үшінші бүгін танысатынымыз мынау цилиндр. Айтамын, цилиндрдің екі жақ сопақша денесі бар, екі астында табаны дөңгелек. Бұл цилиндр деп аталады. Сендердің алдарында цилиндр бар ма? Бар. Өте жақсы. Алдарындағы пішіндерде қараңдаршы. Мына кім? Аяла. Сен алдында қандай пішін тұр? Мынау қандай пішін? Жоқ. Сандар үшбұрышты, осы топ. Сандар бұлай 1, 2, 3. Өте жақсы. Сендер
алдарында қандай тұр? Көмектесеміз бе? Мынау цилиндр, иә? Жаңадан өтіп жатқан пішініміз башатай. Мысалы, ұзын, екі жақтан ұзын, баша, аянат. Маған қараймыз, астында екі дөңгелегі бар, иә? Өте жақсы. Сендерде қандай пішін? Мынау қандай пішін? Үйренген пішіндердің өздерің. Жақсы, өте жақсы. Енді, балалар, томның тапсырмасы сендерге былай екен. Мынау қандай пішін? Айсұлтан. Дөңгелек. Қазір маған алып тастаймын. Осы дөңгелек пішіндерге сендер өздерің жасырасыңдар. Мына жақтан. Мен жақсы. Кейбір буралар жетпейді екен, иә? Кейбір денелер. Сендер осы денелерді дұрыс табуларың керек. Мінекей, Пішіндерді орналастырамыз, иә? мінекей қараңдар. Міне, мынау не бұл? Нені суретті? Машинаны шабырсын, иә? Мына, кім келіш? Аянат. Ашыңдар конверттерді. Дұрыс. Енді дұрыстап маған айтып беріңдерші, мынау қандай фигура, балалар? Мынау қандай фигура, балалар? Мынау? Айтшы қандай? Дұрыс айтасың. Мынау қандай фигура? Ой, жарайсың. Бірінші қыз ба? Болды. Міне, Мағжанға бір жұлдыз шаберем. Бірінші болған. Так, Аянатқа бір жұлдыз берем. Екі шықты, екі тапсырма орындаған. Иманәліге бір жұлдыз берем. Сен де болдың ба? Жақсы. Өте жақсы орындадыңдар. Балалар. Енді мына үшінші қорапты ашқыларын келей ма? Үшінші қорапты ашқыларын келей ма? Оның ішінде сыйлық бар. Оның ішінде сыйлық бар. Егер де сендер осы ішінде сыйлық алғыларың келсе, кім жылдам деген ойнайды. Басшы. Кел, кел. Мына жерде ойын ойнаймыз. Динара мен? Кім келдің мен? Барша мен сен шақырдым. Қазір томмен бірге ойын ойнаймыз. Музыка. Міне, балалар, қазір том сендерге түсіндіреді ойынды. Қараңдаршы, мыналар бәрі пішіндер. Сендер жүгіреріңдер, тез. Ойынды қарайсыңдар ма? Ойынды қарайсыңдар. Кел. міне балалар, мынау бүгінгі біздің танысқан нелеріміз, фигураларымыз. Мынау қандай пішін? Дөңгелек маған салып беріңдерші. Ауада салып беріңдерші. Дұрыс айтасыңдар. Мынау ненің пішіні? Маған салып беріңдерші ауада. Төрт бұрышы бар екен, иә? Мынау не? Дұрыс айтасыңдар. Цилиндр қызық фигура ма? Енді қараңдар. Мына жерде сендерге неше түрлі пішіндер берілген. Сендер аяла? Қараңдар. Неше түрлі пішіндер берілген.
Міне қара. Саған міне 4 бұрышты беремін. Мына жерде 4 бұрышты көрсетші маған. Маған енді осы 4 бұрышты мына жерде бағып алып қоя бересің. Мына жерде міне қара. Мысалы, менде цилиндр ма? Міне цилиндрмен мен былай жүремін. 4, 2, 3. Міне осылай қоясың. Түсінікті ма? Осылай жүре ғой. Аяла. Музыка оқыса үш. 4 бұрышпен жүресің. Келесің. Бүгін күшті түсіндік өтіп, сабақ сендерге ұнады ма? Өте жақсы ұнады ма? Балалар, енді қазір балалар сендердің түсінгендеріңді қазір мамаларына сендер сандайсыңдар. Балалар сөйлесіп айта бер. Балалар, өздерің телефонмен сөйлескенде мамаларың айтыңдар. Бүгін сабақта не өттіңдер? Не ойнадыңдар? Аялаға телефон жетпей өтіңдер. Мамаға айта бер. Мамаға сөйлес ақылдай, айта бер. Мама, өткен санадан айтып, сәл үшпіріштардан өтсеме? Өте жақсы. Ай көркен, мамаға айта ғой. Тез. Мамаға айта ғой. Не үйрендің сен? Не есіңде қалды сенде? Қандай ойын есіңде қалды? Кімде есіңде қалды? Айтыңмын. Тез. Том кетіп қалады да тұр. Тез. Бүгін не өттік біз? Баша, тез. Үшпіріштік. Сандар еттік мама. Өте жақсы. Кім айтады саған? Саған кім айтады? Динар айтасың ба? Айтады, мама айтады. Телефонмен айтады. О? Да? Дұрыс. Жақсы. Үшінші қорабын ашайық. Ұқсат па? Ашайық. Ашайын ба? Бұл қорапта менің сендерге дайындаған өте қызықты нәрселерім бар. Қараңдар. Мынадай. Орнымызда отырамыз. Мен ұстап тұрайын. Том, сен өзің қай бала саған өте жақсы жауап бер, соған таға қой. Балалар, қараңдаршы. Мынау мен сендерге дайындаған сыйлықтарым. Бүгінгі маған көмектескендерім үшін, өте жақсы сабақты тапқандар үшін сыйлығым. Бірінші медаль саған. Айзере, жарайсың. Бірінші орын. Бірінші орындарға. Ақзерешке бірінші орын. Иманәліге бірінші орын. Жарайсың, Иманәлі. Бәріне қатысып отырсың. Аялаға бірінші орын. Аялаға бірінші орын. Аяла, сен сабақты күнде қатысасың ғой, не? Ой, жарайсың. Айсұлтанға нешінші орын береміз? Бір ма, екі ма? Айсұлтанға да бірінші орын. Тағасың ғой мені бар ғой? Біздің Башаға да бірінші орын. Башаға. Дикушпен Аянатқа да бірінші орын. Міне Аянатқа бірінші орын. Аянат сен жұмаға көрсете қойшы. Ой, жарайсың. Өте жақсы. Таға бер. Сенде 2 медаль бар. Аянатта 2 медаль бар. Ерекше. Аялада. Аялаға міне. Мен де көмектесіп жүрейін, Керемет қатысқан үшін. Динарада 2 медаль бар. Динара, орның құтты болсын. Маржанда 2 медаль бар. 1 медаль. Балалар, құмарда сендерге? Ал кімде неше жұлдыз шығар? Санай, кімде неше жұлдыз бар? Ақзереште 3 жұлдыз. Айгөркем сенде неше? 2. Неше жұлдыз? 2 жұлдыз. Сенде? 3 жұлдыз. Сенде Аяла?
Senin жұлдыздарың қайда, Айсұлтан? Қайда жұлдыздар? Жоғалтып ба? Айсұлтанға бір жұлдыз. Баршаның қандай жұлдызы бар? Неше жұлдыз бар? Санай қойшы. 2 жұлдыз. Сен неше жұлдыз бар? 2 жұлдыз. Сенде? Біреу. Сенде? Мағжанда 2 жұлдыз бар. Гүлнарада 2 жұлдыз бар. Ал балалар, қазір біздер Томды Джерримен шақырып, мысық пен тышқан ойнап аяқтаймыз. Рахмет, барлық